сокуйкыл жыр шартарапка, адам ойы түрленіп алған шақта, салғанан көлеңкесі сол көңілдің тактысына билесін ол құлаққа. Шырқап, қалқып, сорғалап тамылжиды, жүрек тербеп оятар бастамайды. Бұл дүниенің ләззаты бәрі сонда, ойсыз құлақ ала алмас ондай сүйді. Ұйықтап жатқан жүректі ән оятар, үннің тәтті оралған мән оятар. Кейі зауық кейімің дертін қозғап, жас балаша көңілді жақсуатар. Адам аз, мұны біліп ән саларлық, тыңдаушыда аз, ол әннен бақыр аларлық. Мұңмен шыққан, оралған тәтті күйге, жылы жүрек қайда бар қозғаларлық. Көбінесе ән басы келеді ащы, кел тыңда деп өзгеге болар басшы. Керім толғап тауысар қаңғыр күңгір, сол жеріне ойыңмен араласшы. Әннің де естісі бар, есері бар, тыңдаушының құлағын кесері бар. Ақылдының сөзіндей ойлы күйді, тыңдағанда көңілдің өсері бар. Өлсе өлер табиғат адам өлмес. Ол бірақ қайтып келіп ойнап күлмес. Менікінің айрылғанын өлді деп ат қойыпты өңкей білмес. Көп адам дүниеде бой алдырған, бой алдырып аяғын көп шалдырған. Өлді деуге сияма айтыңдаршы, өлмей тұғын артына сөз қалдырған. Кім жүрер тіршілікке көңіл бөлмей, бақый қоймас фәнидің мінін көрмей. Міні қайда екенін біле алмассың, телміріп терең ойдың соңына ермей. Дүниеге дос ақыретте бірдей болмас, екеуі тап бірдей орныға алмас. Дүниеге ынтық мақшарға амалсыздың, иманы түгелдеуге аузын бармас. Абай Құнанбайұлы, жастықтың оты қайдасы. Жастықтың оты қайдасы, жүректі қозғамай. Ғылымның біліп пайдасын дүниенің көркін. Адамның тауы байласын, кісілікті ойламай. Қаруын көңіл сындасын, қолға отыз. Махаббат қызық, кім көрер, оның да дәмін таппаса. Бір жола басын, кім берер, жанына аямай жанын дос ерер, жолдастықты ақтаса. Алдына айда кім келер ерінбей жүріп бақпаса. Мал бақпақты шаруа боп, атал тауы басықпай, құрайғаймен әуре боп, өнердің жайын басатпай. Енді нені істейміз, бәрінен де бос қалдық. Ауызға келіп түстейміз, қылып жүріп құрсақ. Абай Құнанбайұлы өлең сөздің патшасы сөз сарасы. Өлең сөздің патшасы сөз сарасы. Қиыннан қиыстырар ерданасы. Тілге жеңіл, жүрекке жылы тиіп, тептегі жұмыр келсін айнамасы. Бөтен сөзбен болғанса сөз арасы. Ол ақынның білімсіз бейшарасы. Айтушы мен тыңдаушы көбін адам бұл жұрттың сөз танымас. Солардың бар таңдамасы, ұшы алтын, сырты күміс сөз